Мен осындай болуым қарғыстан ба? Басында бұл жай аватар етіп, егер расында бұл қарғыс болса, қарғыс шешу орта деңгейлі қасиет. Мүмкін оны мен өзім қолдансам, жұмыс істейді ме екен? Тағы да әулиенің өте үлкен деңгейінде әулиенің қасиеттері бар. Бірақ ол қасиет қарғысты ғана шешіп қоймай, өте қатты зақым келтіреді. Сондықтан бұл қарғыс шешу. 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 Қайырлы таң, менің есімім Марк. Біз таң атысымен Олафқа жол тарттық. Роден патшалығының астанасына. Әлгі келісімшарттағы тұлғаларды сол жерден кездестіретін секілдіміз. Және менің денем қарғыс алған ба, әлде мен шынымен бұл қарғыстан ба білмедім. Бірақ менің де қарғыс бар екеніне көзім жетті. Егер бұл қарғыс шынымен болса, және оны мен қарғыс қасиеттерім шеше алмаса, онда әлгі көлге баруға тура келеді. Шынымен ақ сондай өл бар ма екен өзі? Бұл қарғыс көмектесе ала ма? Бәрі дұрыс, Парк. Қарға санап жатырсың ғой. Алаңдама, бәрі дұрыс. Жарайды онда. Орманнан да шығып қалдық. Арк, ол жаққа емес. Маған қазір ол қызық емес. Арк, сен сонда жәндіктерден қорқасың ба? Мені қоршағаннан бері қорқа бастадым. Оларды майлап, қуырып, сосын жейді, оны білмедіңіздер ме не? Таңғаларлық, елестетудің өзі қорқынышты. Олар қытырлық және дәмі де өте жаман емес, өте жақсы. Егер мүмкіндік болса, келесіде дәмін татып көрмесем. Жарайды, ертең туралы айтайық. Көп адамдар үңгірге орманды айналып барады. Ал мен орманды кесіп барғым келіп тұр. Я, дұрыс айтасың. Бізге ол жаққа тез жету керек. Сіздер орманды кесіп өткілеріңіз келеді ме? Сіздерге олай өтпеді ұсынар емес едім. Қауіпті? Қазір ол жақта өте қауіпті. Ол жерде құбыжықтар пайда болды. Оларды қасқыр елесі деп атайды. 10 адам мен көп адам бір күнде қаза тапты. Елес қасқырлары жиі кездеседі ме? Жоқ, жақын араға шейін олар мүлдем болмаған. Қысқасы, орманмен жүрмеңіздер. Сіздің түр әлпетіңізге қарасам, тезірек оларды құтқарғыңыз келіп тұр. Алаңдамаңыз, біз оларды құтқарамыз. Дұрыс, бізге қандай да бір елес қасқырларын қорқудың қажеті жоқ. Жаңағы айтқанымдай, ертең орманмен барамыз. Олаф, Роден патшалығының астанасы. Күзетшілер бізді жолда күтіп алады. Маған күзетшілер аз деп айтты. Неге соншама асықтыңыз? Мен соны мүлдем түсінбедім. Қаншалықты көп адам болса, соншалықты жылдамдық азаяды. Бізге ертерек жету керек. Және тірліктерімізді де ерте бітіру керек. Онда біз жолға аттанамыз.
Ариана ханым, сізді бірдеңке мазалап жатыр ма? Дәл солай. Оның себебі не? Жарайды. Қолған қасқырлардың құйрықтары. Олардың жүні көгілдір жарық шығарады. Ол оғалан тоқылған жүні бар перде. Болашақ қалыңдығы үшін ең керемет сыйлық болып саналады. Менің әпкем жақында үйленеді. Сонымен, сен пердеге арналған қасқыр құйрықтарын алғың келе ме? Иә, бізде оны осындай нәрселерге жұмсауға уақыт жоқ. Бұл туралы айтқанымды ұмыт, Арк. Сайтан иттер туралы сөйлессек, олар пайда болатын сияқты. Иллюзия! Жаны ғана есіме түсті. Түсіндіруге рұқсат етіңіз. Қуылған қасқырлар ол люпин құйрықтарының бір түрі. Олар отарларға шабуыл жасайды. Олар өздерін шатастыру үшін өздері сияқты көптеген иллюзиялар жасайды. Олар өте қауіпті. Көзбасшылар өткір бұйрығы мен ақыллылығының арқасында бұларым бітпей кетті ғой. Отлауын, қылышыммен бірге биле! Артыңызда, Ариана ханым, сақ болыңыз. О, жер ана, көмегімді бере көр. Керемет. Оның ұзақ уақыт бойы жауынгер болғаннан кейін оның тәжірибесі мол екені бәріне де анық. Дөрекі күш бірнеше жаулармен жұмыс жасауға өзінің әлсіз тұстарын көрсетеді. Мен өзімнің сиқырлармен дағдарым және жақсы меңгергенмін, бірақ мен сонда да сақ болуым керек. Сонымен бұл жағдайды түсіну үшін олардың бастықтарын жеңу керек. Ауада қалқу! Бұл Алам! Арк, не болып жатыр өзі? Көзбасшылары қайда кетіп қалды? Бұл не өзі? Бұл не тағы? Кыз аниме каналы ұсынады. Бұл сақиналар, сіз соғысқан алып, Василисияларда болды ма? Сақиналардың бұған қатысы бар ма? Мен білмеймін. Арк, маған 1 минут уақыт бере аласың ба? Неге? Айтайын дегенім, біз асығыс екенімізді білемін, бірақ дегенмен бұл уақытты ысырап ету болар еді. Бұл көптеген уақытты қажет етпейді деп уәде беремін, сондықтан Әпкеңге сыйлағың келеді ғой. Әрине жинай берсем болады. рахмет. Оларға қан жіберу есе қылайық.
Ярна ханым, сіз демалып бірдеңке жеп аласыз ба? Рахмет, Ферна. Сізді бірдеңке мазалайды ма? Иә. Лембердің ұлы герцогіне бұл миссия әкесінен бұйрығымен орындалады. Осы уақытқа дейін бұл жасырын түрінде жасалды. Мен ештеңе істей алмаймын, бірақ мен мазасыздықты сезінемін. Дакар ағым эльфтердің құл саудасымен байланысты болуы мүмкін. Ол келіссөздердің осы кезеңіне риза болмайтыны сөзсіз. Мен Сем ағамның таққа деген амбициясы мен оқиғаларын араласпай өз бағытын дамытуға мүмкіндік беретініне күмәнданамын. Ешқандай да проблема болмайды деп үміттенемін. Жаулар! Бізге шабуыл жасалып жатыр! Қаншайым! Бұл өте жақсы болуы керек. Мен бүгінгі жайғаста көп нәрсені үйрендім. Мен осы жауынгерлік дағдылары мен сиқырлардың барлығы бар. Бірақ мен оларды қалай пайдаланатынын білмейінше, олар мен үшін пайдасыз. Ариананың бос уақыты болған кезде одан қылыш тасуды үйретуін сұрауым керек. Не болып қалды, Понто? Понто! Қайда кеттің? Ариана ханым, осы жерде кішкене күте тұрыңызшы, біз кішкене күдіреміз. Әрине, мәселе емес. Не болып қалды, Понто? Анжайымды жібермеңдер. Оларды керуенге кіргізбеңдер мүлдем. Қашыңыз, қаншайым! Ферна! Жақсы жұмыс. Бұл қарақшылардың жұмысына ұқсайтынына көз жеткіз. Сіздің төлемізден басқа құнды заттар сіздікі. Бұл қаншай миллиардның әшекейі. Анжайымның осындай қайғылы тағдырға тап болғаны қандай ұят. Бұл не тағы? Мырзам, бұл өте біртүрлі жануар екен. Қарғыс атқа жануарды өлтіре сал. Жақсы ой. Саусағының ұшы тиген үшін шашымды біртіндеп жұлам. Ол бәрін көріп қойған секілді. Өлтіріңдер. Отпен ату! Тас ату! Ол өте қымбат киініп алған секілді. Менің ойымша олар оны өлтірді. Егер бұл онлайн ойын болса, өліп бара жатқан ойыншыны емдеуді немесе қайтып тірілу мүмкіндігін қолдана аламын. Бірақ мұны Ол не былай деген істеу сұмдық? керек пе? Ол қайдан келді? Ол сен бе? Бізді кешірші. Олар қайдан келді? Мен алдымен зиянкестерден құтылып аламын. Ау, қоймадыңдар ғой тегі. Бірнеше адам қашып үлгерді, бірақ бұл мәселені шешкен секілді. Менің күмәнім бар. Сонда да татып көрейік, қандай болып қалар, мүмкін орындалып қалар.
Регенерация. Бұл сиқыр өлген адамды толығымен қалпына келтіруге көмектеседі. Бірақ егер зақым шеккені ұзаққа кетсе, ол өліп қалуы мүмкін. Соғыс уақытында болды ма? Алақай! Понто, мына қызға қарашы. Жарайды, мен басқаларға бұл сиқырымды қолданып көрейін, мүмкін тіріліп қалар. Генерация. 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 Мына жауынгер өте қатты зақпа шеккен секілді. Генерация. 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 Бұл кім? Бұл періште ме? Ханшайым! Ханшайым! Ферна? Ферна, сен әлі тірісің бе? Иә, мен жай ғана жарақат алдым. Кейбір адамдар әлі өлік. Бірақ көпшілігі өмірге қайта оралған секілді. Не болды? Мен өзім де білмеймін. Менің көйлегім қан. Демес екен. Бізге шабуыл жасағаны ол рас екен. Ханшайым, амансыз ба? Бұл маған Құдайдың жіберген рахымы болар. Ферна, еркектерді жина. Дәл солай. Ержүрек сарбаздар, бірнеше ай бұрын біз кейбір жайттарға таң алдық, және олар бізді тастап кетпеді. Біз Құдайдың қамқорлығымен біз қайта тірілдік. Бұл біз алған белгі деп алға жылжуымызды ғана білдіреді. Сондықтан тек қана алға. Мен оны ақсүйек деп ойласам, бірақ нағыз патшалық екен ғой. Мен патшалық фигураға айналып кеткен жоқпын ба әйтеуір? Мен тоқтап ойланатын болсам, өлгендерді тірілетін сиқыр жаман идея болуы мүмкін. Біз өлтірген ханшайымның қайта тірілуі туралы айтқан кезде, оның тарихы маңызды болуы мүмкін. Мүмкін бәрі жақсы шығар, я, Понто? Қош келдің, Арк. Бұл біраз уақыт алды. Онда не істедің? Сіз білесіз бе, кейбір мүмкіншіліктер айтарлықтай. Сіз де аяқтаған секілдісіз. Келіңіз, бізде жақсы товарлар бар, алыңыздар, келіңіздер. Менің ойымша бұл қаланың гүлденген кезі. Демалуға өте керемет жерлердің біреуі осы деп ойлаймын. Сен кішкентай ақымақ. Мен саған көкенді көрсетем. Қандай да бір төбелес. Шынымды айтам, бұл өте қауіпті. Мен қабырғаға сөйлеп тұрман ба өзі? Ай көзім, 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 ай көзім. Сен үшеуін бірге келіңдер. Бізге кел дей ма?